Сәлем достар, Тарику каналына хош келдіңіздер. Наурыз мейрамы құтты болсын. Бүгін наурыз көже дайындайтын боламын. Ол үшін бізге жүгері, бидай, фасоль, осында ақ фасольмен де қызыл фасоль да болады, тары және перловка қажет болады. Енді осы барлық дәнге қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып, бұқтырып қоятын боламын. Кем дегенде 2-3 сағат осылай ыстық суда бұқтырылып тұру керек. Бізге тағы горох та керек болады. Оны да осылай суға бұқтырып қоямыз. Ал енді суға қазы және етті салып қайнатамыз. Су қайнаған кезде көпірігін алып тастау керек. Енді біздің тұрған дәндерден суын құйып төгіп тастау керек. Енді осыны жүгеріні етке осылай қосамыз. Фасоль және бидайды, горохты қосамын. 2 сағат қайнатамыз. Біздің етіміз 2 сағатта піседі. Міне 2 сағат қайнады. Етті енді алып тастау керек. Етті алып тастағаннан кейін үстіне су құйып, қалған біздің перловка мен тарыны қосып, жақсылап араластырып, жай отта қайнататын боламыз. Дәндері пісу керек. Енді етті майда қылып тураймын. Қазынды осылай турап аламын. Біздің көжеге осылай еттерді саламыз. Дәндер де дайын болып қалды. Енді осының үстіне лапшаны саламыз. Лапшаны көп салмаймын. Өздеріңізге ұнағанша саласыздар. Көп салсаңыздар да болады. Енді осының барлығын лапша піскенше қайнатамыз. Соңында мен сүт қосамын. Біздің отбасымызға сүт қосып ішкен ұнайды. Әрине, егер ұнатпасаңыз қоспайсыздар. Міне достар, көжеміз дайын болды. Егер сіздер сүт қоспасаңыздар, айран немесе құртты сорпаға езіп қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болып шықты. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, барлықтарыңызға ас болсын.